Бүгін біздің студияда Жалын Жастар қоғамдық бірлестігінің еріктілері, сонымен қатар Аксес бағдарламасының түлектері Мекенбай Аяулым және Бәкір Мейіржан. Сәлеметсіздер ме? Біздің студияға қош келдіңіздер. Сіздерді Қазығұрт Ньюс телеарнасынан көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сіздер жайлы көптеген сөздер естиміз. Сіздерді Аксес түлектері ретінде кеңінен танимыз. Жалпы қазіргі таңда атқарып жатқан іс-шаралар жайлы бөліссеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі студияға шақырғандарыңызға көп рахмет. Және де біздің қазіргі кезде атқарып жүрген жұмысымыздың бірі ол ерікті ретінде біз ардагерлерге барып көмектесіп жүрміз. Және де яғни бұл жерде жалпы айтып кететін болсам, бізде еріктілер 5 топқа бөлінген, және де әр топта 4-5 оқушыдан болады. Және де ол әр оқушылар әр ауылдарға барып, ардагерлермен сұхбаттасып, сырласып, өздерінің өмірлерін, тарихы жайында сұрасып, сыр шертеді. Және де сондай бір ерікті жұмыстарымыздың бірі, осы жақында ғана біз Жігерген ауыл округіне барып, ардагерлер бірінші әкімшіліктен олардың ардагерлердің мекенжайын және де қай жерде тұратынын анықтап, оларға көмектесуге іздеп бардық. Және де олардың үйіне барып, олардың көңілін аулап, соғыс кезінде қандай қиыншылықтар мен қандай оқиғалар бастан кешіргенін бөлісті олар. Және де оларға біздің азын-аулақ сыйлықтарымыз болды, сыйлықтар беріп, оларға керекті материалдарды немесе өздеріне керекті құрал-жабдықтарды сұрастырып, бұны келесі келгенде әкелуге олардың керекті заттарын тізімін жазып алдық. Және де келесі барғанда оларды алып барып, тағы да қол ұшымызды созамыз деп сенеміз. Сұхбаттарыңызға көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді сіздерді тек биік белестерден көре берейік. Сіздермен бірге болған Мекенбай Аяулым және Бәкір Мейіржан. Қазығұрттың жалын жастарының атқарып жатқан жұмыстарын көргіңіз келсе, біздің YouTube каналындағы сілтемеге жазылыңыз.